Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл Гүлсан тағам каналы. Мен бүгін сіздерге еттен пирожки пісіретін боламын. Оған әуелі менде пісіп тұрған ет, бешбармақтан қалған. Соны тураймыз. Әуелі сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауға басып кетіңіздер. Осылай чесін сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Енді оған етімізді ұсақтап тураймыз. Бешбармақтан қалған еттеріңіз болса, осылай балдарыңызға пирожки жасап беруге болады. Мен солай жасап жатырмын. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ұсақтап барлығын турап аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мынау менде дайын тұрған қамыр. Осыдан енді кесіп аламыз. Осылай мен дөңгелектеп, шағындап кесіп аламын. Пирожки жасауға ыңғайлы қылдырып. Сіздер де жасап көріңіздер осылай. Енді қолымыздың көмегімізбен осылай дөңгелектеп аламыз. Жая қоюға ыңғайлы. Барлығын осылай дөңгелектеп аламын. Дөңгелектеп алдым барлығын. Осыны ұн салып, оқтауымыздың көмегімізбен дөңгелек қылып жайып аламыз. Осылай бәрін жайып алған жақсы, жасауға ыңғайлы болады. Енді банағы туралған сарымсағымыз бен етімізді осылай араластырып аламыз. Енді осы жайылған нанымызға қасықтап салып шығамыз.
Мен бәріне осылай салып шығамын. Сіздер өз қалауларыңыз. Енді осы салып шыққан етімізді аузын бүріп пирожки жасаймыз. Осылай етіп. Балдар жақсы жейді. Балдарға мен пісіріп беремін осылай. Оған дейін майымызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға осылай саламыз. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Екі жанын аударыстырып пісіреміз. Майын қызып тұрған жақсы, тез піседі. Осылай аударыстырып пісіріп аламыз. Мені пісіріп атқан пирожкилерім осындай болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Арасы осындай. Ас болсын. Менің каналыма лайк басып кетіңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Ас болсын.